Сәлем, құрметті талапкер. Сені өмірге Education Guide мезет. Көптеген сұранысқа ие және қызықты мамандықтар арасында таңдау жасау қиынға соғады. Таңдаумен қателеспеу үшін біз әріптестерімізбен бірге барлық білім беру бағдарламалары туралы айтып береміз. Ал сен тек мұқият тыңдап, сені не қызықтыратынын анықтау керексің. Таңдау жасауда сәттілік тілеймін. Бүгін біз тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың сәулетті білім беру бағдарламасымен танысамыз. Бұл білім беру бағдарламасы сәулет білім беру бағдарламаларының тобының құрамына кіреді. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың сәулеті жеке тұрғын үй құрылыстарын, білім беру мекемелері, өнеркәсіптік ғимараттар секілді объектілерді жобалауды қамтиды. Осы білім беру бағдарламасының түлектері жоспарлау дизайнмен және ғимараттар мен құрылыстардың көлемді кеңістіктік түрімен айналыса алады. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұбт-да бар болғаны 2 пән, Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы пәндерін, ал жоғарғы оқу орнының қабылдау комиссиясында сурет және сызу бағыттары бойынша 2 шығармашылық емтихан қабылданады. Шығармашылық емтиханға дайындалу үшін талапкерлер инновация және қосымша білім беру институтының дайындық курстарына офлайн және онлайн форматта қатыса алады. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсудің шекті ұпайы 110 ұпайды құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Осы мамандық бойынша білім алып сен тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды кешендерді жобалау, қала құрылысы жұмыстарын және аумақты абаттандыру жобаларын орындау, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың интерьерлерін жасау, ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңартуды орындауды үйренесің. Біздің түлектер Қазақстанның BI Group және Базис аясында алдыңғы қатарлы сәулет құрылыс компанияларында жұмыс істейді. Осы білім беру бағдарламасы түлектерінің мансаптық мүмкіндіктері кең. Түлектер сәулетші, техник, ғылыми қызметкерлер, инженер-лаборант, ғылыми зерттеу мекемелерінің конструктор және жобалау ұйымдарының инженері болып жұмыс істей алады. Бакалавриаттағы оқуды аяқтағаннан кейін оқуды магистратура бағдарламасы бойынша жалғастыруға болады. Табысты мансапқа қадам жаса, Казгасаға оқуға түс.